Сәлем, құрметті курсқа қатысушы. Кезекті сабақта сені көргеніме өте қуаныштымын, және де шын мәнісінде беріліп жатқан ақпарат саған пайдалы болып жатыр, және де сен оны уақытылы жүзеге асырып қолданып жатырсың деп сенемін. Тағы бір таныстырып өтейін, менің есімім Айым, маркетинг, SMM саласында қызмет етемін, және де бүгін мен саған сторис сатылым құралы деген тақырыпта белгілі бір қызықты, пайдалы және де сенің де сатылымыңды өсіретін ақпарат бергім келеді. Не себепті? Өйткені Қазақстанға алғаш рет Stories Maker деген мамандықты алып келген, және де Қазақстанда алғашқы рет Story Maker курсын жасаған тұлға мен болып табыламын, яғни сол курстың авторымын, және де шын мәнісінде 2019 жылы Санкт-Петербургта Суровый Питерский SMM деп аталатын үлкен SMM мамандардың конференциясында бірінші сахнаға шыққан спикер өзінің 1 сағаттық спичін сториске арнаған кезде 2020 жылдың фишкасы дәл осы сторис болады деген ой маған келді. Сондықтан да 2020 жылдың қаңтарында біз менің әріптесім Сұлушаш ханыммен бірге осы Story Maker курсын жасап шығарған болатынбыз. Шынында да сторис бұл сатылымның ең мықты құралы, егер де оны дұрыс пайдалансақ. Қалай екенін дәл қазір айтып бөлісетін боламын. Instagram әлеуметтік желісінің қолданушыларының 60% статистикаға сүйенетін болсақ, тек қана Instagram стористегі контентті тұтынады. Енді сұрақ, осыншама 60% аудитория бізде сторис контентті тұтынатын болса, сен сторис контентті жасайсың ба, және де оны қаншалықты сапалы жасайсың? Енді біз сториске контент жасамас бұрын нені білуіміз керек? Сториске жасалатын контент қандай болады? Сториспен қалай жұмыс жасаймын деген түрлі сан алуан сұрақтар сенің ойыңда болып сені мазалауы мүмкін. Дәл осы жерде мен саған көмекке келемін. Сторис, неге олар трендте және де неге олар қызықты? Себебі Instagram историялар бұл дәл осы сәт. Олар бар болғаны 24 сағат сақталады, және дәл қазір мен осылай тұрып, өзімнің смартфонымдағы Instagram историяның камерасын ашып, мен сабақ жазып жатырмын, Бақытбай мырзаның студенттеріне, оқушыларына арнайы деп айтып, салып жіберсем, экранның арғы жағында отырған менің жазылушыларым дәл қазіргі сәтте мен қайдамын, не істеп жатырмын, соның барлығын көре алады. Сериал форматында, бір күн бойы, бірнеше күн бойы сіз оны топтастырып, жалғастырып, бірінен кейін бірін салып қызықтыра аласыз адамдарды. Ал әрине адамдарға, маған да сізге де басқа адамдардың өмірі өте қызық. Неге біздің ата-аналарымыз осыдан бірнеше жыл бұрын сағат кешкі 6-да міндетті түрде телеканалды қосып, теледидардың алдына отырып, Солидат, Мария Эмилия немесе басқа фильмдерді, сериалдарды қараған? Себебі оларға басқа біреудің өмірі, басқа біреудің хикаясы қызық болған. Дәл осы фишканы бізде қолданып, сторис контентті қызықты етіп жасап, өзіміздің оқырмандарымыздың бізді қарайтындай, біздің фанатымыз болатындай, біздің стористерді күтіп отыра алатындай дәрежеге дейін оларды жеткізуге болады. Не істейміз? Біріншіден, кез келген шығарма жазғанда мектепте, сторителлингте болсын, біздің қолданатын формула ол кіріспе, негізгі және қорытынды бөлім. Дәл осылай Instagram историяда да кіріспе, негізгі және қорытынды бөлім болады. Ол сіздің 15 секундтық сторисіңізді, немесе бірнеше стористардан тұратын сериал форматында, бір серияда, егер де сіз 1 минуттық сторис түсірсеңіз, ол 15 секундтан 4 сторис болуы мүмкін. 30 секунд сөйлесеңіз, ол 2 сторис 15 секундтан болуы мүмкін. Осының барлығында сіз бір ойды жеткізу барысында сізде кіріспе, негізгі және қорытынды бөлім бар екенін естен шығармауыңыз керек. Яғни, мен дәл қазір осы жерде тұрып, сабақ түсіріп жатқанымды айту үшін маған бірінші кіріспе керек. Мен не істеймін? Мысал ретінде, мен енді ғана бір күн бойы енді ғана сторисқа шығып тұрсам, амандасуы мүмкін, немесе кеше бітірген оқиғамды жалғап кетуі мүмкін. Одан кейін мен бір негізгі бөлімге, бір қызықты инсайтқа, фактіге, немесе дәл осында не істеп жатқаны туралы айтуы мүмкін.
Және де қорытынды бөлімде бұл сабақтарды Бақытбай мырзаның сату сценарий курсын сатып алғандар ғана көреді. Немесе бұл сабақты көргің келсе, Бақытбай мырзаның аккаунтына жазыл деп қорытындыласам болады. Сондықтан да сізде қазір белгілі бір сабақ қарап отырғанымды мен қалай айтар едім деп ойлансаңыз болады. Және де сторис салғанда міндетті түрде ұмытпаңыз, сізде дәл осы үшеуі де үш құраушы бірге бірігіп жақсы бір стористі құрауы керек. Дәл осы үшеуі болған кезде ғана сіздің Instagram историяңыз қызықты болады. Неге кіріспе қажет? Жай ғана әйтеуір шыға салып бір ақпаратты айтуға болмайды. Бірінші біз өзімізді қарап отырған, бізге жазылған оқырманның назарын аудартып алуымыз керек. Қазіргі таңда клиповое мышление, адамдардың есінде, адамдардың назарын тек қана алғашқы 3-4 секундта берілетін ақпаратпен қызықтырып алуға болады. Сондықтан да бұл уақытта біз белгілі бір триггер тастаймыз. Не болмаса, дәл осы сторис аясында мен сіздерге дейміз да бір қызықтырып, білмеймін, бір 3 лайфхакты айтам, немесе бүгін менің өмірімде орын алған қызықты оқиғамен бөлсем деп қызықтырып аламыз да, кіріспесін бастап, одан кейін оны негізгі бөлімге өтуіне оған көмектесеміз. Негізгі бөлімде біз өзімізге қажетті ақпаратты, немесе уәде еткен бір дүниелермен олармен бөлісеміз, және де бұл историяны, бұл сторителлингті, бұл стористі артын жабуымыз керек. Яғни белгілі бір закрывашка болу керек. Мысалы, бұл 3 сторис бола ма, 4-5 сторис бола ма, бұның барлығы белгілі бір тақырыптың аясында жүргендіктен басталады, жалғасады және де аяқталады. Тура сол сияқты сіздің бір ғана 15 секундтық сторисіңізда да басы, ортасы және де аяғы болуы керек. Әрине, қазір сіздің ойыңша бұл қиын болуы мүмкін, бірақ өзіңіз енді қазірден бастап, бүгіннен бастап басқа блогерлердің, не болмаса сторителлингтің патшасы деп айтатын Өркен Кенжібек ағаның историяларын қараған кезде подводканы қалай жасайды, қалай қызықтырып кіреді, маңызды ақпаратты қай жерде береді, және де закрывашка қалай қорытындылай алады, қалай бітіреді, реакция сұрай ма, белгілі бір әрекетке шақыра ма, досыңа жібер, досыңмен бөліс дей ме, не болмаса сұрақ қоя ма, сен де Араб әмірліктерінде болдың ба, немесе Араб әмірліктерінде болған кезде Абу-Даби плазада не сатып алдың деген секілді бір сұрақты қою арқылы өзінің Instagram историясымен әрекетке шақырады. Бірақ бұның барлығы дәл осы негізгі 3 құраушы кіріспе, негізгі және қорытынды бөлім аясында жасалған. Стористегі контент негізінен видео, фото және де мәтін болып табылады. Барлығымызда білеміз, осыған дейін бірнеше жыл бұрын біз тек қана 15 секундтық видео сала алатын болғанбыз. Қазіргі таңда біз видеоны түсіру барысында максималды 4 видео, яғни 60 секундты тоқтамай түсіріп алсақ болады. Видео контент қандай болады деген сұраққа, егер де сіз мен тек қана өзімді түсіре беремін бе, ол қызық емес болады десеңіз, дұрыс ойлайсыз. Себебі әрдайым тек қана өзіңізді иығыңызға дейін түсіріп, говорящая голова, жай ғана сөйлеп тұрған басыңызды түсірсеңіз, сіздің контентіңіз қызықсыз болады. Оны қызықтыру үшін мен не істей алам деген сұрақтың жауабы экранда көрсетілген. Біріншіден, бұл видеолар өзіңіз, яғни говорящая голова болу мүмкін, сізді біреу шетінен түсіру мүмкін. Қазіргі таңда түрлі стабилизаторлар, жаңағы сіздің телефоныңызды қойып-қойуға ұстап тұратын ыңғайлы дүниелер ойлап табылған, штатив бар. Не болмаса өзіңіздің жұмыс үстеліңізде, білмеймін, қабырғаға тақап қойып, бір нәрсеге тақап қойып, шетінен жұмыс істеп жатқаныңызды, не болмаса сіз жаңағы торт сататын кондитерсіз ба, визажистсіз ба, осы процестің қалай жүріп жатқанын сырттан көрсетуге болады. Бұл тағы да дәл осы жалпы маркетингте өте кеңінен таралған және де қолданылатын бизнес за стеклом деп аталатын рубрика болып табылады. Яғни сіздің қызметіңіз, сіздің белгілі бір іс-әрекет жасап жатқаныңыз
болуы керек, бірақ бұны сіз көрсетпейсіз, сіз түсірмейсіз, кадрда сіз боласыз, шетінен көмекшіңіз, досыңыз, туысыңыз, анаңыз, жарыңыз, жұбайыңыз сізді түсіруі мүмкін. Одан кейін сіз түсірген видеолар, бірақ міндетті түрде бұл видеода сіз емессіз, сіз түсіріп жатып, басқа бір дүниені баяндайсыз. Сол пісірген тортыңызды, жасаған жаңа сайтыңызды, лендингті көрсетуіңіз мүмкін. Не болмаса сіздің жаңа жұмыс орныңыз, көріп қалған бір қызығыңыз, естіген жаңалығыңыз, далада келе жатып бір гүлді көрдіңіз, есіңізге бір балалық шақтағы оқиға түсті дейік. Соның барлығын сізде түсіріп, қызықты контент жасасаңыз болады. Және де ғаламтор желісіндегі видеоларды жүктеп алу арқылы ең қызықты моменттерді, сәттерді қиып алып, кесіп алып, бізде оны сторис контент ретінде қолдансақ болады. Фотосуреттер, яғни дәл видеодағыдай сіз өзіңіз түскен суреттер, немесе сіз біреуді түсірген, басқа бір нәрсені түсірген суреттер, және де ғаламтор желісінен, Pinterest'тен, WeHeartIt деп аталатын фотостоктардан алынған жақсы сапалы суреттер болуы керек. Және де мәтін, Instagram историяның керемет создать деген функциясы бар, Ол арқылы біз жай ғана бір однотонный дейді ғой, бір түсті фонды қойып, өзіңізге қажетті ақпаратты, не болмаса бір суретті қойып, өзімізге қажетті дүниені сторителлинг, мәтін арқылы әдемілеп жеткізсек болады. Мәтінде біз сұрақ қоя аламыз, немесе өзіміздің бір оқиғанымызды баяндай аламыз. Бұның барлығы негізінен сіздің стористегі контентіңіздің құраушысы болып табылады. Оларды кезек-кезек қызықты етіп қолдансаңыздар, өте жақсы контент жасауға болады. Ал бұның қалай бұны сатылымдық етеміз, және де ішіне қандай интриганы қосып, қандай фишкаларды қосып, неден кейін қолдануға болатынын дәл осы курстың негізгі бөлімінде Бақытбай мырза сценарийлермен бөлісетін болады. Оларды біліп алып, олар арқылы табысты көтеру жақсы, керемет, бірақ оған сіздер алдын ала дайын болып баруыңыз керек. Сондықтан да дәл осы қазіргі дайындық бөлімінде кішкене болса да сториске шығып, бір әңгіме айтып, басқа бір нәрселерді түсіріп, оған комментарий жазып, не болмаса мәтін ретінде Instagram историяның берген қосымша барлық функцияларын қолдану арқылы, былай айтқанда тәжірибе жинап алғаныңыз өте маңызды. Бір сторис, бір ой. Неге? Себебі бізде, тағы да қайталаймын, адамдарда қазіргі таңда клиповое мышление. Олар тек қана бір ақпаратты ғана дұрыс қабылдап алса жеткілікті. Сондықтан да бір сторисқа, бір 15 секундқа, 3 түрлі, 4 түрлі ой салып, бір емес бірнеше қызметіңізді сатып үлгерудің қажеті жоқ. Сіздің бір сторисіңіз бір негізгі ойды жеткізу керек. Тура сондай-ақ сіздің бір ойыңызды бірнеше сторисқа жүктеп салудың да қажеті жоқ. Мысал ретінде айтайықшы. Біз өзіміздің бір қызметімізді сату үшін, немесе белгілі бір өзіміздің тауарымыз үшін, тауарымыз туралы ақпаратты айту үшін бір сторис салдық дейік. Бірақ біздің уақыт жетпей қалды, 15 секунд бітіп қалды да, біз стористің бағасын айтпадық, және де оны екінші сториста айтамыз. Бірақ менің оқырман ретінде қазір қайдан білесіз, қолым тиіп жатқан жоқ шығар, немесе біреу мені шақырып қалған шығар, әйтеуір бір оқиға орын алған шығар, не болмаса сіздің сторисіңіз маған қызық болған жоқ, мен бірінші стористі ғана көрдім да, перелистнула, екінші стористі көрген жоқпын, және де басқа бір блогердің басқа бір сторисіне назар аудардым дейік. Бірақ маған бәлкім сіздің тауарыңыз, қызметіңіз қызықты болған шығар. Бірақ подача қызықты болған жоқ. Не болмаса маған дәл қазір маған мысалы мен тортты заказға беруім, тапсырыс беруім керек шығар, Бірақ мен оның бағасын білмегендіктен, не болмаса сіз мені қызықтыра алмағандықтан мен келесі историяға өткен жоқпын. Сондықтан да сіз өзіңіздің бір ойыңызды бірнеше инста историяға бөлмеңіз. Мына жерде мысалы 3-ші сторис, 4-ші сторис деп кесе беру мүмкін. Бірақ менің 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші сторисқа жететінім не факт. Сондықтан да бір ойды бір стористің ішіне сыйдырып, оның кіріспесін бастап, әрі қызықтырып, және де осы бір сторидің ішінде нүктесін қойып, аяқтап үлгеріңіз. Яғни бұл жерде мысал ретінде сіздің
Мысал ретінде менің, тағы да алайық. Осы жерде сабақ жүргізіп жатқанымды мен 2-3 сторисқа бөліп айтуым мүмкін. Бірақ мен әр сториста бөлек-бөлек ой беруім керек. Мысал ретінде, сәлем, құрметті менің оқырмандарым. Білесіздер ме, мен бүгін керемет бір жерде жаңа фотостудияда тұрып сабақ түсіріп жатырмын. Нүкте. Яғни мен бір ойды жеткіздім. Мен қазіргі таңда бір сабақ түсіріп жатырмын. Керемет студияда сабақ түсіріп жатырмын. Екінші ой, мен айтуым мүмкін. Бұл сабақтар сторис туралы, инстаграмдағы бионы әрлеу туралы, және бұл Бақытбай мырзаның жаңа курсына арналған. Екінші ой. Бұл Бақытбай мырзаның курсына арналған сабақтар. Және де үшінші оймен аяқтауым мүмкін. Білесіз бе, бұл курстан кейін Бақытбай мырзаның айтуынша сіздердің оның кейсіне сай, сіздердің табыстарыңыз 3 есе көтеріледі. Бомбический курс екен. Мен тағы да үшінші ой бердім. Бірақ былай қарағанда совокупности 3 историяны бірге қосқанда мен бір әңгіме айтып жатырмын. Мен Бақытбай мырзаның сабағына, күшті бір сабағына өзімнің лекцияларымды, спичтерімді айту үшін келдім. Вроде бір ой, бірақ оның ішіндегі әр стористің ішінде де тағы да бір негізгі ойдан бар. Сондықтан да сіздің контентіңіздің қызықты болған қаласаңыз, оларды, адамдарды, оқырмандарды қызықтырғыңыз келсе, белгілі бір инсайттан, белгілі бір нақты ойдан әр стористе болғаны абзал. Инстаграм әлеуметтік желісі болсын, және жалпы әлеуметтік желіге кез келген адам демалу үшін, күлу үшін, қызықты ақпаратты көру үшін, яғни өзінің уақытын қызықты өткізу үшін кіреді. Сондықтан да сіздің беретін Инстаграм историядағы контентіңіз тек қана пайдалы және сапалы ғана емес, сондай-ақ эмоционалды болу керек. Сіз ол эмоцияны не өзіңіз бересіз, немесе өзіңіздің оқырманыңыздан шығарып аламыз. Бұл шығарып аласыз, Бұл дегеніміз бірінші нұсқада эмоцияны сіз бересіз, сыртқа шығарасыз. Мысал ретінде, өзіңіздің балалық шағыңызда болған бір оқиғаны, не болмаса бүгін жолда келе жатып мен қызықты бір дүние көрдім, немесе бір апаның қол жайып, білмеймін, ақша сұрап жатқан көрген кезде, өзімнің кішкентай кезімде 3 жасында лапша сатқаным еске түсіп кетті деген бір эмоционалды өміріңізде болған сторителлингті баяндасаңыз болады. Не болмаса, екінші нұсқасы, біз керісінше бізге оқырмандардың эмоция бергенін қалаймыз, Белгілі бір оларға сұрақ қою арқылы, олардан сұрау арқылы, опрос жасау арқылы, ал сенде осындай оқиға болды ма? Сенің басыңда бұндай іс түскенде не істедің деп олардан эмоция шығарыңыз. Не болмаса сіздің керемет бір бомбический жаңа курсыңыз басталған шығар, жаңа бір өнім ойлап тапқан шығарсыз. Не болмаса блогер года деген номинация алған шығарсыз. Сол кезде де құттықтаймын, сіз күштісіз, мен сізді жақсы көремін деп сіздердің оқырмандарыңыз жазады, Солда оқырманнан эмоцияны шығару болып табылады. Негізі біз эмоциямен алмасуымыз керек. Эмоционалды. Егер де қазіргі таңда мен сізге жай ғана тыныш, осындай белгілі бір эмоция бермей, ақырын сөйлеп, жестикуляция жасамай, осылай сабақ өткізетін болсам, сіз 30 секундтан кейін, 1 минуттан кейін видеоны тоқтатып, сабақты қарамай қоятын едіңіз. Ал егер де мен күлімдеп, арасында күлдіріп, арасында жылатып, ұрсып қойып, сіздерден белгілі бір үй жұмысын орындауды талап етіп, бір қызықты ақпарат беріп, эмоционалды болсам, сіз мені соңына дейін қарайсыз, мен арасында жестикуляция қосам. Бірақ бұл дегеніміз міндетті түрде адамдарды күлдіру, қызықты болу емес. Бұл жай ғана сторителлинг арқылы, бір сурет арқылы, бір видео арқылы, немесе Инстаграм историяға жазған бір ғана сөйлеміңіз арқылы эмоцияны беру, немесе олардан сол эмоцияны шығарып алу болады. Сондықтан да, егер де бізде мысал ретінде жасайтын контентіміз, жаңағы кіріспе бөлім, негізгі бөлім болу керек деп айттық, фото, мәтін, видео болу керек деп айттық, ол белгілі бір біздің сорпаның құраушылары, ингредиенттері болса, нағыз дәм келтіретін тұзы дәл осы эмоция болып табылады. Сондықтан да эмоционалды сторис түсіруді, эмоцияны қолдануды, беруді оларға, және де олардан да эмоцияны шығарып алуды ұмытпаңыздар. Бұның вишкаларымен, я знаю, Бақытбай мырза сіздермен бөліседі.
Ал енді теория артта қалса, қазір біз кәдімгідей тәжірибеге сүйене отырып, стористің барлық функцияларымен танысатын боламыз. Негізінен мен сіздерге алдыңғы сабақта айтқандай, Инстаграмның өзі бізге өзімізді сатуға, тауарымызды, қызметімізді сатуға арналған көптеген күшті функциялар мен фишкалар берді. Біз оларды дұрыс қолдануымыз керек. Дәл сол сияқты Инстаграм историяда да бізге берілген өте көп функциялар мен мүмкіндіктер бар. Бұны да біз дұрыс қолданып үйренуіміз керек. Мысал ретінде, не үшін местоположение, хэштег және упоминание берілген. Егер де біз хэштег арқылы белгілі бір жақсы таралған хэштегті қоятын болсақ, не болмаса керісінше узконаправленный дейді ғой, дәл осы хэштег басқан кезде біздің 1045 стористің ішінде жоғалып қалмауымыз үшін, керісінше бар болғаны тек қана бізге сай бір хэштегтер арқылы сақталған дүниелер болса, сол арқылы тауып алуға, сол хэштегті басып кіруге болады. Местоположение сенетін болсақ, кейбіреулер айтады, бұл біздің жаңағы аккаунтымыздың көбірек көрініс табуына, яғни егер де біз Бао немесе ЦУМ Алматы деп белгілейтін болсақ, сол ЦУМда не болып жатыр екен деп басқа аккаунттар қараған кезде біздің Инстаграм историяны көрсетеді дейді. Бірақ ойлаңызшы, Алматыдағы ЦУМда, Арбатта қаншама адам күніне жүрек. Енді олардың барлығы историяны салып осылай белгілейтін болса, біздің Инстаграм историямыз әрине жоғалып қалады. Ал егер де сіз өзіңіздің күшті бір жерде екеніңізді, білмеймін, Дубайға барғаныңызды, Дубай молда жүргеніңізді, Мальдивида демалып жатқаныңызды көрсеткіңіз келсе, немесе мықты бір Мәскеуде, Санкт-Петербургта, ВКонтактенің офисіне барғаныңызды көрсеткіңіз келсе, сол кезде қолданған өте жақсы. Бұны да креативті етіп қолданған дұрыс. Одан кейін упоминание, яғни бұл жерде біз өзіміздің стористағы персонаждарды, біздің стористағы адамдарды, таныстарымызды отметка жасау үшін, немесе жарнама жасаған бір брендтерді көрсету үшін қолдануымыз мүмкін. Бірақ мен сізге айтарым, стористағы персонаждар айтпақшы. Егер де сіз өзіңіздің Инстаграм историяңызда жалғыз өзіңіз көрініс таппасаңыз, қасыңызда белгілі бір досыңыз, жан-жарыңыз, анаңыз болса, сіз оларды көрсетсеңіз, сіз оларды сатпайсыз, сіз олар арқылы өзіңізді сатасыз. Анаңызды көрсетіп, анаңызға гүл сыйлаған кезде сіз анасын жақсы көретін қыз ретінде көрініс табасыз. Өзінің, білмеймін, жарын шетелге апаратын болсаңыз, мықты, өзінің әйелін құрметтейтін ер азамат ретінде өзіңізді сатасыз. Тура сол сияқты кез келген сіздің Инстаграм историяда болатын досыңыз, партнеріңіз, сіз бір іс-шараға келдіңіз, бір адамдармен таныстыңыз, сіз оларға жарнама жасамаңыз. Ол кісі арқылы мен өзімді қалай сатамын деп ойлаңыз. Білмеймін, Ларион Лянмен, не болмаса бір мықты Қазақстандағы, білмеймін, Сырымбек Дау секілді кәсіпкерлермен танысқан болсаңыз, сіз онымен суретке түсу арқылы Сырымбек аға мықты екен деп емес, Сырымбек ағамен әңгіме барысында осындай инсайт келді деп жазып, сіз өзіңізді Сырымбек ағамен сай, онымен сұхбаттаса алатын бір дәрежеде тұрған тұлға ретінде сатасыз. Сондықтан Инстаграмда историяда, сіздің историяңызда пайда болатын персонаждарға да мән беріңіздер. Опросы, вопросы, тест, бұның барлығын өте қызықты қолдануға болады. Мысал ретінде, мына керемет катушка берілген, бұны біз тек қана бір дүние бізге ұнаған кезде, лайк басып кетсін деген секілді, әйтеуір бір реакция қалдырсын деп қолданамыз. Ал негізгі бұл катушканың өзінде де үстіңгі жағына мысалы 1-ден 10-ға дейін дауыс бер деген кезде, егер де 1 болса, олар катушканы кішкене ғана бүйтіп жылжытып қолданады. Егер де 10 десе, барлығын қолдану мүмкін. Бұл не үшін керек? Әйтеуір олар бір нәрсені басу арқылы, опрос, тестті басу арқылы, бір кнопканы басу арқылы сіздің Инстаграм историяңызбен, демек сіздің аккаунтыңызбен взаимодействие жасады, яғни белгілі бір әрекетке түсті. Ал бұл Инстаграм алгоритмдеріне сіздің аккаунтыңыздың, сіздің жасап жатқан контентіңіздің қызық екенін көрсетеді. Сондықтан да бұл өте маңызды. Стористің берген мүмкіндіктерін жақсы және дұрыс қолдану керек.
Негізінде қазір бұл функцияларды қалай қолдану керектігін сіздерге iPad-ты қосып тұрып, экраннан түсінікті болу үшін көрсетемін, я? Бұл жерде мен тағы да назар аударып, тест деген керемет құрал туралы айтқым келеді. Бұны біз тек қана білмеймін, дұрыс жауапты таңдау үшін ғана емес, опрос ретінде де қолдана аламыз. Кей кезде мына жерде бізде опросы деген функция бар. Біз белгілі бір сұрақты қойып, оның тек қана екі жауабы болады. Да, немесе нет, я жоқ. Бірақ басым бөлігі осылай я жоқ деп қалдыра береді. Тіпті кейбір адамдар оның үстінен кнопканы, батырманы басқан кезде өзгеретінін де білмейді. Мысал ретінде сіз оны бірінші және екінші нұсқа аламын, не болмаса алмаймын, білемін, не болмаса білмеймін деп ауыстырып қолдана берсеңіздер болады. Қандай түсті көлікті таңдайын, ақ немесе қара, я қарап отырсаңыздар, адамдардың барлығы, әсіресе блогерлер бұны өте көп қолданады. Не үшін? Себебі біз әйтеуір таңдап кетіп, бір нұсқаны таңдап батырманы басып кеткен кезде, біз олардың охватының өсуіне, олардың қызықты екенін Инстаграмның алгоритмдеріне көрсетуге өзіміздің септігімізді тигізіп жатырмыз. Бірақ кей жағдайлар болады. Бізде 2 емес, одан көп 3 немесе 4 нұсқа болуы мүмкін. Сол кезде бізге берілген мына керемет, мені көріп тұрсыздар, тест функциясын қолдана аламыз. Мысалы, өз сұрағымызды жазамыз, және де 3 немесе 4 түрлі нұсқаны белгілейміз. Және де әр нұсқаның қанша балл жинағанын, яғни қанша адам бұл нұсқаны таңдағанын өзіміз Instagram историяда көре аламыз. Сондықтан да сізге, білмеймін, курсыңызға қандай модуль қосу керек, немесе продюсированияға кімді алайын, қандай эксперттер қазір жетпей жатыр деп бөліп түрлі қызықты опростар жүргізсеңіздер болады. Тестке жай ғана дұрыс жауапты таңда ретінде емес, сен мысалы менің орнымда болсан, қай нұсқаны таңдар едім? Білмеймін, Дубай молға баратын едім, жай ғана отельде жататын едім, білім алатын едім, бұл уақытта пляжда жатып, күнге күйіп, курс оқитын едім, я? 4 түрлі нұсқаның біреуін таңда деген белгілі бір Instagram историяда активность, былай айтқанда движ, тусовка жасау арқылы, олар біздің Instagramдағы историямызбен әрекетке түсу арқылы, біз Instagramға өзіміздің қызықты екенімізді көрсетеміз, ал жазылушыларға қызықты контент береміз. Былай айтқанда, мы их будем развлекать. Қалай екенін қазір iPad-пен көрсетемін. Ал енді өзіміздің қолдарымызбен, саусақтарымызбен жасайтын техникалық дүниелерге өтейік. Қараңыз, назарларыңызда сіздің лентаңыз. Бұл дегеніміз, астыңғы жақта тұр, үйшік тұр. Дәл осы үйшік сіздің негізгі лентаңыз. Кімге жазылдыңыз, сол адамдардың, сол аккаунттардың посттары, Instagram историялары сізде шығып тұрады. Енді жоғарғы жақта мінекей ваша история деп плюс тұр, яғни егер сіздің аккаунтыңызда Instagram история салынбаған болса, немесе салынған историяларыңыздан 24 сағат өтіп кеткен болса, салынған уақытынан, онда сізде осындай жоғарғы жақта көк плюсик тұрады. Сіздің аватарыңыз және де мінекей көк қосу белгісі, Енді дәл осы көк қосу белгісін басу арқылы, не болмаса солдан оңға қарай бұлай свайп жасау арқылы біз Инстаграмдағы өзіміздің камерамызды ашсақ болады. Қазіргі таңда қараңыз, мен артқы жақтағы камераға түсіріп жатсам негізгі, мынау астыңғы жақта көрсетілген камераны берін бұрып, мен фронтальный алдыңғы камераны қоссам болады. Қараңыз, үстінен осылай ұзақ басып тұрып, белгілі бір фильтрді таңдап, мен Instagram история түсіре аламын. Міндетті түрде сақтап қоямын, себебі біз бұны сабақ барысында қолданамыз. Енді қараңыз, дәл осы түсірген историямызды біз әрлей аламыз. Мысал ретінде, мен қажетті, яғни айтайын деген негізгі ойымды астына жазып қойсам болады. Мысал ретінде мен сәлем, сіздермен амандасып, сәлем, инстәлем деп жазғым келеді. Міндетті түрде барлығын жазудың қажеті жоқ. Мысалы, мен карандашты таңдап, инста деген сөзді өзім сурет салғандай жазып шықсам болады. Және де қараңыздар, әртүрлі зерттеп көріңіз, өзіңіз ашып, әртүрлі шрифттерді таңдауға болады. Ол шрифттердің артына фон қоюға болады. Мысал ретінде әлем деп жазайын.
сәлем инста әлем. Мысалы қараңыз, мен осындай бір шрифтті таңдадым. Оның түсін де ауыстыра аламын. Сары, жасыл, немесе сұр, қара болуы мүмкін. Сіздерге көріну үшін, жақсы көріну үшін сары түсті алайын. Тағы да бір лайфхак, кейбіреулеріңіз білмеуіңіз мүмкін. Кез келген түстің үстінен ұзақ басып тұрып, біз бұнда көрсетілмеген, бірақ өзімізге қажет басқа түсті шығарып алсақ болады. Не болмаса, дәл осы видеода қолданылған бір түстердің осылай пипетка арқылы таңдап алуға болады. Мен қазір мысал ретінде алтын түсті таңдадым делік. Тағы да назар аударатын дүниеге, сіз негізі өзіңіздің креативтілігіңізді қызықты бір дүние жасайым деп креативтіне мышленияны қосатын болсаңыз, сіз үстінен жаңағымен сары түсті қолданғандай, сәлемнің үстінен, ақтың үстінен сарыны, немесе керісінше сары түстің сәлем деген жазудың үстінен ақ түсті сәлем деген жазуды қоссам болады. Көрдіңіздер ме? Бұл енді Инстаграмдағы сіздің сторисіңізді әрлеудің бір ғана мысалы. Ол сіздің жазуыңыз әртүрлі болуы мүмкін. Шет-шетінен мысалы қаласаңыз, бұл жаңа жыл болса, немесе белгілі бір қызық дүниені белгілеп, елочканы белгілеп, немесе сіздің стаканыңыз тұрған болса кофемен, соның сырт жағын белгілеу үшін осылай әрлеп қоюға, не болмаса жай ғана бір нүктелер қоюға болады. Оның барлығы сіздің фантазияңызға қарай. Енді бұл историяны жүктеу үшін мінекей ваша история деген батырман немесе получатели деген батырман бассақ болады. Ваша историяны бассақ, бірден Инстаграм историяға кетеді. Получатели бассақ, біз бұл жерде ваша история немесе тек қана біз оқитын қызықты немесе біздің достарымызға, жақындарымызға ғана жіберуіміз мүмкін. Сондай-ақ близкие друзья деген функция бар. Оны да зерттеп көрсеңіздер болады. Ол жерде тек қана сіз белгілеген жақын достарыңыз бұл историяны көре алатындай болады. Кейбір адамдар қазіргі таңда близкие история функциясында монетизация жасап жатыр. Яғни маған 5000 теңге төлейсің, мен сені близкие друзья қатарына қосамда, сол жерде мықты күшті ақпараттармен, инсайттармен бөлісем, немесе күн сайын өзімнің оқыған кітабымның выжимкасын айтып берем деп, осыны да монетизация жасап жатыр. Историямызды жүктегеннен кейін видеодан басқа, мысалы, картинкаларды да жүктеуге болады дедік. Мысалы, бізге белгілі бір қызықты ақпаратты жазу керек. Pinterest'тен болсын, басқа фотостоктардан болсын, мен суретті жүктеп алам. Мен оның масштабын өзгерте алам. Мысал ретінде бір емес, бірнеше суреттерді қосып, қараңыздар қалай жасалатынын, міндетті түрде өзіңізде зерттеп көріңіз. Мінекей мына суреттерді таңдап, тағы да біреуін қосып, масштабтарын осылай ауыстырып, бір емес, бірнеше суреттерді жинап құрастырсам болады. Енді қазір қараңыз, мысал ретінде бағана мен сізге айтқан функцияның біреуін қолданып көрейік. Мысал ретінде ол опрос функциясы болсын. Мысал ретінде дәл осы сабақты көрдің бе? Сізде я немесе жоқ, да, нет деген баналды ответтер болуы мүмкін, немесе біз тағы да смайликтерді қолдансақ болады. Я болса жасыл галочка мысал ретінде, ал жоқ болса қызыл крестик бар, Бұны да үлкейтіп, кішірейтіп, немесе өзіміздің суретіміздің мысал ретінде, суретімізді бір жаққа қойып, бұны астынан көрсетіп, сұрақтың өзінде әртүрлі қылып әрлеп, немесе көрдің бе деген сөзді бөліп көрсетіп қойсаңыздар болады. Тағы да бір сторис кетті, дайын болды, Енді тест функциясын қолданған кезде, мысал ретінде біз сабақты бағала деп сұрауымыз мүмкін. Болмаса қай спикер ұнады, немесе қай өзімнің оқырманыма сыйлықты берейін, 4 түрлі нұсқа видео пікір келді, қайсысын таңдайын, не болмаса 4 оқырман, 4 жазылушы белгілі бір конкурсқа қатысты, бірге жеңімпазды анықтайық, дауыс берейік деген кезде, мысал ретінде бірінші нұсқа, екінші нұсқа деп жазуға, болмаса 5 қоям, сабақты бағала, 5 пен 7-нің арасы, және де 10, не болмаса 1 мен 5-тің арасы деп, осындай түрлі нұсқаларды қойып қойса болады. Яғни қараңыз, тест дегеніміз ол міндетті түрде дұрыс жауап беру емес. Сондай-ақ оны голосовалка ретінде де қолдануға болады. Және де мысал ретінде біз пипетканы таңдап, тестіміздің
әртүрлі әрлеп қойсақ болады, иә, адамдарға қызықты болу үшін. Әртүрлі осындай сызықтар қойып, иә, өзімізге керек бір сұрақты тағы да үстіңгі жаққа жазып қойсақ болады, иә. Енді тағы да назар аударатын жайт, тек қана цифрларды емес, күшті, от болды, не болмаса отты смайликті салып қоюға, нормально дейтіндер бар, иә, бәрін білем дейтіндер бар, қазір соларға да бір вариант дайындап қоямыз. Осыларды белгілеп қойса болады. Үстіңгі жақта қараңыздар. Сондай-ақ өзіңіздің тесттің түсін де таңдап алсаңыздар болады. Мысалы, бізде бұл тематикада жасыл түс жақсы келеді. Және де орнын да белгілеп, әдемілеп қойсаңыздар болады. Мысал ретінде біз сабақ бойынша тест деп жаздық, және де бұл біздің тақырыпшамыз болуы мүмкін. Осындай әдемі жасыл түсті де таңдауға болады. Мінекей, бұл Instagram историяны да жібереміз. Мысал ретінде 17:44 деген уақытты таңдап, оны да қараңыздар, әртүрлі осылай етіп көрсетуге болады. Одан кейін 17:44 сабақ жүктелді дейміз. Және де мысалы адамдар өздерінің эмоциясын белгілеу керек. Бұл жерде біз катушканы көрсетеміз. Қараңыздар, бір функциясы вау, керемет болса, адамдар бар болғаны қарайды да, на катушка бойынша бітіп сырғып кетеді. Көрдіңіздер, иә? Бұл бір ғана функция. Вау, күшті, қуаныштымын, сабақтың болатыны қандай жақсы, иә? Тағы да бір нұсқасы, біз мысалы, мына қараңыздар, плюс батырмасын басып, басқа да смайликтерді таңдап алуымыз мүмкін. Ол мынау пальчик, иә, саусақ болуы мүмкін. Және де екі нұсқа жазсақ болады. Қараймын. Не болмаса былай қоюға болады, қараңыздар, шетінен. Қараймын. Не болмаса былай жасайық. Қазір қараймын. Таңдау мүмкін біреу. Және де кейін уақытым болғанда қараймын. Мінекей, қазір қараймын, және де кейін уақытым қалғанда қараймын. Қараңыздар, бұл жерде де сіздің сторисқа кіріп, мінекей, қазір қараймын болса, былай қазір дегенді ғана таңдау мүмкін, немесе әрі барып, кері қараймын деген функцияны, деген нұсқаны таңдау мүмкін. Негізі Instagram историяның функциялары өте көп. Дәл осы опросты сіз сондай-ақ выделить етіп, актуальный историяға сақтап қойсаңыздар болады. Мысалы, актуальный история сабаққа қатысты опрос. Біз оны сақтап қойдық. Және де актуальный историяға да кіріп, стористің өзін биодан таңдап, редактировать актуальный дегенді басып, біз обложка таңдауымыз мүмкін. Мысал ретінде, дәл осы жай ғана жасыл түсті дөңгелек біздің аккаунтта әдемі көрінеді, әдемі тұрады десек, мінекей, опрос және де жасыл түсті дөңгелек бұл біздің актуалды сақталған историямыз. Ертеңгі таңда сізде историялар көп болған кезде редактировать актуальныйны басып, историяның ішінен тағы да былай бірнеше историяларды таңдап қойсаңыздар болады. Мінекей, бізде сонымен опрос деген актуальныйда бір емес, қараңыздар, целых 3 сторис сақталды. Негізі Instagram историяның өзінің бұдан басқа тағы да әртүрлі қызықты күшті функциялары бар. Оның әрқайсына бөлек-бөлек бір видео обзор керек. Сіздер өздеріңіз әр батырманы басып, таңдап, қарап көрсеңіздер болады. Еш қорқынышты еш нәрсе жоқ. Салған историяны жеңіл ғана қайтадан жойып тастауға, яғни удалить етуге болады. Не болмаса, уайымдамаңыз, Instagram история бар болғаны 24 сағат сақталады. Әзірге біз негізгі бөлімге өтпегенше бізге өте көп практика қажет. Сондықтан да түсіріңіз, салыңыз, түрлі опростар жасауды үйреніңіз. Ең бастысы қай кнопканы, қай батырманы қалай басам, қалай оны қызықты етіп қолдана алам деген сұраққа жауап беру үшін. Қараңыздар, дәл осы жерде мына А үлкен және кіші әріпті А бар, ең қызықты, ең ауқымды создать деп аталатын функция. Бұл жерде сіз, мысалы, фонның түсін таңдай аласыздар, белгілі бір ақпарат беру үшін жаза аласыздар.
Негізі қараңыздар, дәл осы бізге берілген функцияларды, смайликтерді, наклейкаларды қолданған күшті. Бұл біздің Instagram историямызды әрлейді, қызықты етеді. Бірақ олардың кейбіреулері біздің ТМД елдерінде, Қазақстанда қолданылмауы мүмкін. Біздің жаңағы сенімімізге қайшы келуі мүмкін. Сондықтан да алдын ала қайсының не білдіретінін Google-дан кіріп іздеп алсаңыздар болады. Сонда сізде қателесу болмайды. Яғни қолданбас бұрын бірінші біліп алыңыздар. Негізінде создать функциясының және осы Instagram историяның көптеген күшті қызықты фишкалары бар. Оның барлығын дәл осылай түсіндірмей, сізге бөлек арнайы запись экранамен жасалған видео дайындап қойдым. Соны қарап шығыңыздар, себебі создать функциясының ішінде 1 жыл бұрын, 2-3 жыл бұрын салған дүниеңізді қайта шығаруға, гифкаларды қолдануға, біреуді туған күнімен құттықтауға арналған күшті функциялар бар. Оларды қолдана алу, қолданып үйрену бізге болашақта қажет болады. Сондықтан да осы видеоның астындағы видеоға сіздер назар аударыңыздар видео нұсқаулыққа, ал біз слайдқа ораламыз және жалғастырамыз. Осыған дейін мен сіздерге Instagram историяның функцияларын қолдануды не үшін үйреттім? Яғни бізге аудиториядан белгілі бір реакция алу керек. Ал бұл реакция негізінен екіге бөлінеді: механикалық және эмоционалды. Механикалық дегеніміз, біз белгілі бір ойын өткізгенде, сауалнама жүргізгенде өзіміз бір батырманы бас немесе катушканы бүйтіп сырғытып кет деп сұрап алуымыз. Яғни қараңыз, ойындағы механика болуы мүмкін, немесе әрекетті сұрап алу мүмкін. Кейбір блогерлер, продюсерлер енді барлығы да сұрауы мүмкін. Реакция қалдырып кет, жаңағы білмеймін, ұнаса данет басып кет, немесе маған белгілі бір киімді таңдауға көмектес, дауыс бер. Бұның барлығы сұрап алу, яғни механикалық болады. Және де эмоционалды. Бұл дегеніміз, біз белгілі бір іс-әрекет жасауын сұрамаймыз, бірақ контент арқылы соншалықты қызықты ақпарат немесе контент береміз, автоматты түрде олар өздері эмоционалды реакция қалдырады. Ол бізге жіберетін жаңағы мынандай реакция болса, лайк, от, күшті, аплодисменты, не болмаса жай ғана жоғары көтеріп, бізге жазуы, қандай күшті ақпарат болды, не болмаса осы курсыңыз қашан сатылады, тезірек сатып алғым келеді. Бұл да олардың ішіндегі эмоциясы, біз оны шығарып алдық. Бірақ қалай? Жеке өмір туралы айтып, қызықты ақпарат беріп, күтпеген бір контент беріп, әзіл айту арқылы немесе хайп арқылы біз эмоционалды контент жасап, адамдардың, оқырмандардың эмоциясын шығарып алсақ болады. Бұны да өз ара байланыстырып, кезек қолдансақ болады. Сондықтан да біз эмоцияны беруді айттық, эмоцияны олардан шығарып алу, кері байланыс алу болса, дәл осы механикалық және эмоционалды деп екіге бөлінетін ұмытпаймыз, және де бұны назарға алып қолданамыз. Енді қараңыздар, контент негізінде бір және бірнеше дәрежелі болады. Бір дәрежелі контент дегеніміз, бұл көбінесе эксперттің өзінің саласының айналасынан шыға алмай қалуы. Егер де ол тек қана маркетингпен айналысса, оның тек қана маркетинг туралы айтылуы, пайдалы нәрсе беруі, жұмыс туралы айтуы, бұл бір дәрежелі контент болып есептеледі. Ал ол маркетингпен қоса тағы да жүгірумен айналысса, және де өзінің хобби жүгіру екенін айтса, бұл екі дәрежелі контент болып есептеледі. Оған қоса ол мысал ретінде күнделікті кешке жатарда кітап оқып жататыны туралы айтса, және де қандай кітап оқитыны туралы айтып, өзінің бір кітаптарының тізімімен бөлісетін болса, бұл 3 дәрежелі контент болады. Сондықтан да сіз тек қана бір өзіңіздің салаңыз туралы, пісіріп жатқан торт туралы, немесе жаңа шығарып жатқан өнім туралы ғана емес, басқа да ақпаратты бере алуыңыз керек. Бірақ бұның барлығы қосылып, сізді тұлға ретінде қалыптастыруы қажет. Ол қараңыздар, егер де сіз маркетолог болып жүгіріп жүрсеңіз, ой, тамаша, бұл жігіт немесе бұл қыз өзінің салауатты өмір салтын ұстанады. Яғни бұл сізді тұлға ретінде көрсетеді. Және де өз дамуына ақша салады, оқиды, білім іздейді. Және де сіз өзіңіздің отбасыңызды көрсетсеңіз, сіз өзіңізді жақсы маман ретінде емес, Қазақстан Республикасының азаматы, отағасы, отбасы бар азамат ретінде жақсы
тұлға ретінде, жақсы күйеу ретінде көрсете алуыңыз мүмкін. Бұл жерде бұл 1, 2, 3, 4 дәрежелі контент болады. Бірақ ұмытпаңыз, бұл разрозненный, жан-жақты контент емес, сізді тұлға ретінде ашатын контент болуы керек. Егер де сіз маркетингпен айналысып, бірақ оның арасында білмеймін, жаңағы сізге мүлде келмейтін жат бір дүниемен айналысып кетсеңіз, немесе торт пісіріп кетсеңіз, сіз торт пісіресіз бе, әлде маркетингпен айналысасыз ба, кішкене өзара қарама қайшы келеді, Тортты хобби ретінде көрсетсеңіз болады. Бірақ тортты маркетинг туралы айтып жатып, бірден торт пісіруге ауысуда дұрыс емес. Оның да әдемі переходтары болуы керек. Сондықтан да контент жасағанда мен өзімді тұлға ретінде қалай көрсетемін, қалай аша аламын, және де қандай ақпарат бере аламын деген сұраққа жауап бергенде, осы бірнеше дәрежелі контентті қарастырыңыз. Яғни сіз өзіңізді қалай көрсеткіңіз келеді, сіз өзіңізді қалай сатқыңыз келеді, және де негізгі өзіңіздің точкаларыңыз, точки контакты қандай, Мысалы, сіз оқыған кітапты, сізді оқитын жазылушылығыңыз да оқуы мүмкін. Не болмаса, сіз маркетингті үйретсеңіз, сізге маркетингті үйренуге келетін азаматтар бар, Олар осыған қызығады. Сондықтан да біз осы контентті беруіміз керек. Маркетингке қызыққан азаматтарға барып біз торт пісіру туралы, бізге ұнайтындықтан торт пісіру туралы айтсақ, онда жалпы біздің концепциямыз және біздің жеке брендіміз де өзгереді. Сондықтан да өтініш из крайности в крайности, бір жақтан бір жаққа жүгірмейміз, бір контентті беріп жатып, мүлде басқа противоположный контентке кетпейміз. Бұның барлығы өзара байланысты болу керек, және тұлға ретінде сізді ашу керек. Инстаграм историяда, әр историяда отырған жеріңіз арқылы, айтқан сөзіңіз арқылы, отбасыңыз, оқыған кітабыңыз арқылы, хоббиіңіз арқылы, бәлкім сіз соншалықты жақсы ақша табасыз, жүгірумен емес, тенниспен, жүзумен, немесе фигурный катаниемен, болмаса білмеймін, гольфпен шұғылданатын шығарсыз. Бұл да сізді мықты маман ретінде, эксперт ретінде сатады. Тағы да бір маңызды айта өтетін жайт, біз енді сіздермен охват туралы, стористі дұрыс түсіру туралы айтып жатқан болғандықтан, глубина охвата туралы айтып кетпеске болмайды. Бұл дегеніміз, яғни сіздің инстаграм историяңызды, оқырмандарыңыздың көру ұзақтығы, дейікші, көру жиілігі, қаншалықты соңына дейін жетті. Яғни егер де соңына дейін жетсе, глубина охвата жақсы болса, сіздің контентіңіз қызық деген сөз. Оған келесі историяға өту, яғни сіздің келесі историяңызға басқа біреудің свайп жасап, басқа аккаунттың историясын қарап жіберу емес, сіздің историяңыздың келесісіне әрі қарай жалғастырып өту. Артқа қайту, яғни бір нәрсені қарады, мықты бір нәрсе жазылды делік, қайтадан оқып шығайыншы, немесе қайтадан тыңдап шығайыншы, қандай кітаптың атауын айтты, скрин жасап алайыншы деп қайтып келген кезде артқа қайту да дәл осы глубинаға әсер етеді. Және де сіздің инстаграм историяларыңызды соңына дейін қарау. Сондықтан да сіз копирайтер болсаңыз, филолог болсаңыз, өте немесе әңгімешіл жан болсаңыз, өзіңіздің инстаграм историяларыңызды күніне 50 немесе Ольга Бузова секілді 100 сторисқа дейін жеткізбеңіз. Оданша қызықты етіп, қысқа нұсқа етіп, бірақ күніне бір орташа есеппен 10-15 сторис берсеңіз де болады. Неге мен әсіресе жаңағы журналистерді, әңгімешіл адамдарды бөліп айтып жатырмын? Себебі біздер сторителлингті жақсы көргендіктен әр историяның ішіне ұзақ мақала жазып кетеміз. Бірақ еске салам, басында мен сіздерге айтқандай, инстаграм әлеуметтік желісіне жалпы ғаламторға адамдар демалу үшін кіреді. Сондықтан да напрягать ететін сондай бір ұзақ ауыр контентті емес, жеңіл, шабыттандыратын, эмоция беретін, арасында пайдалы болатын, және де сізді де сырт жақтан тұлға ретінде, жеке бренд ретінде ашып көрсететін, сіздің қызметіңіз туралы айтып беретін қызықты нәрселерді ұсынып отырыңыздар. Сол кезде бұның барлығы сіздің охватыңызға, сіздің статистикаңызға әсер етеді. Ал егер де біздің охватымыз жоғары болса, білесіздер, инстаграм алгоритмдері қазір солай жасалған, ойластырылып жатыр. Сіздің өзіңіздің охватыңыздың жақсы болуы сіздің әрі қарай продвиженияңызға, қызықты, интересный бөлімінде шығуыңызға, өзіңізге жазылған адамның досы сізді көріп қалуына мүмкіндік береді. Және де дәл осы
глубина охвата арқылы сіз өзіңіздің Instagram достарыңызды, былай айтқанда өзіңіздің фан базаңызға, фанаттарыңызға айналдырсаңыздар болады. Егер де ол шын мәнісінде оларға қызық болса, олар оны соңына дейін қарайды. Ал оны қызықтырып етіп жасау дәл бүгінгі сабақта және де болашақ негізгі бөлімде берілетін сценарийлерге сай жүргізіледі, жасалады. Және де соңында менің сіздерге айтарым, біздің мақсат охватты көтеру емес, сатылымды арттыру және де табысты көбейту. Қазір біз сіздермен Instagram историяны дұрыс жасап қолдануды үйреніп аламыз. Одан кейін сатылымды қалай арттыру керек деген сұрақтың жауабын алу үшін келесі бөлімге көшеміз. Бұл сабақтар пайдалы болды деген ниеттемін. Астында үй тапсырмасы және қосымша видео беріледі. Назарларыңызға рахмет.